Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын сайт көрсеткім келіп отыр. Бұл сайт арқылы телефонмен де компьютермен де ақша таба беруіңе болады. Бұл сайт бірнеше жылдан бері жұмыс жасап тұрған сайт, яғни бұл сайт тексерілген сайт, ақшасын төлейді. Сосын егер де саған интернет арқылы ақша табу, криптовалюта деген тақырыптағы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде осы видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын сайтымыз міне мынандай сайт. Бұл сайттың ссылкасын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам, сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Сосын Телеграмда менің каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егер де Телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде Телеграм каналыма да жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның астында. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу үшін мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Содан кейін мына жерде регистрация дегеннің үстінен басасың. Мына жерге өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың. Мына жерде исполнитель деген сөздің қасына точка қоясың. Мына жерге галочка қоясың. Мына жерге де галочка қоясың. Содан кейін зарегистрироваться деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін, мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. SMS-тің ішінде бұл сайтқа кіретін паролің болады. Яғни сол паролің арқылы мына сайттағы аккаунтыңа кіруіңе болады. Енді бұл сайттағы аккаунтыңа кіру үшін тағы да мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Мына жерде войти деген кнопканың үстінен басасың, электронды почтаң жазасың, пароліңді жазасың, мына сайттағы аккаунтыңа кіресің. Мына сайттағы аккаунтыңа кіргеннен кейін бұл сайтқа өзіңнің әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды қосасың. Ол үшін мына жерде мына кнопканың үстінен басасың. Содан кейін мына жерде көрсетілген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды мына сайтқа қосасың. Бұл сайтқа өзіңнің әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды қосу үшін өзіңе керекті әлеуметтік желінің значогының үстінен басасың. Добавить аккаунт деген кнопка тұрады. Сол кнопканың үстінен басып, мына сайтқа өзіңнің әлеуметтік желіндегі аккаунттарыңды қосасың. Сосын сенде мына жердегі көрсетілген қандай әлеуметтік желіде аккаунтың жоқ, сол әлеуметтік желілерден аккаунт ашасың, мына сайтқа қосасың, и мына сайт арқылы ақша табасың. Сосын мына сайтқа қосып отырған аккаунттарың фейковый аккаунт болса да бола береді, яғни фейковый аккаунт арқылы да тапсырмалар орындап ақша табуыңа болады. Бірақ бұл сайтқа қосып отырған фейковый аккаунттарың өмірде бар тірі адамның аккаунты сияқты оформление жасалған аккаунттар болу керек. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін мына жерде VK Target деген сөздің үстінен басасың. Мына жерден неше түрлі тапсырмалар шығады. Қазір менде для вас пока нет доступных заданий деген жазу шығып тұр. Бұл сайтқа кешкі мезгілде кіретін болсаң, где-то сағат 8-дерде, 9-дарда кіретін болсаң, бұл сайтта неше түрлі тапсырмалар болады. Мысалы үшін ВКонтактемен байланысты, ютубпен байланысты, одноклассникімен байланысты тапсырмалар болады. Яғни біреудің ВКонтактедегі пабликтеріне жазыласың, немесе лайк басасың, немесе репост жасайсың. Тапсырмалар өте оп-оңай, ешқандай да қиындығы жоқ, қарапайым тапсырмалар. Бұл сайт арқылы ақша табу жағы осылай. Яғни әртүрлі әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар орындайсың. Енді бұл сайт арқылы сәлде болса көбірек ақша тапқың келсе, бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Бұл сайтқа достарың шақыру үшін төмен қарай түсесің. Мына жерде партнерская программа деген сөздің үстінен басасың. Бұл сайтқа мен 642 адам шақырыппын. 642 адам арқылы 142 рубль ақша тауыппын. Бұл сайт реферальный программасы бойынша, яғни партнерский программасы бойынша 15% ақша төлейді.
Яғни сен мына сайтқа өзіңнің достарың шақыратын болсаң, сенің шақырған достарың бұл сайт арқылы тапсырмалар орындап ақша табатын болса, достарыңның тапқан ақшасына байланысты саған мына сайт 15% ақша төлейді. Сосын достарың үшін төленетін ақшаны, яғни 15% ақшаны мына сайттың администраторы өзінің қалтасынан төлейді. Енді өзіңнің реферальный ссылкаңды алу үшін төмен қарай түсесің. Мына жерден реферальная ссылка для привлечения исполнителей деген сөз тауып аласың. Сол жердегі реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың. Реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағы да басқа адамдарға таратасың. Сосын мына ссылкаңды мына сайт арқылы тапсырмалар орындап ақша тапқысы келетін адамдарға бересің. Мына жерде тағы да бір ссылка тұр. Бұл ссылканы бұл сайт арқылы әлеуметтік желідегі аккаунттарына подписчик, лайк жинағысы келетін достарыңа бересің. Яғни бұл жағы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде адамның үстінен басасың. Мына жерде вывести дегеннің үстінен басасың. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимально 15 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Бұл сайт арқылы шығарған ақшаң сенің электронный кошелектеріңе 4 күннің ішінде түседі. Тапқан ақшаңды Яндекс кошелегіңе, Kiwi кошелегіңе немесе Payer кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Сосын егер де сенің Яндекс пен Kiwi кошелегіңе идентификация жасалмаған болса, бұл сайт арқылы шығарған ақшаң Яндекс пен Kiwi кошелегіңе түспей қалады. Сосын Kiwi кошелегіңе идентификация жасалғанда да рублевый счетыңа идентификация жасалу керек. Мен өз басым бұл сайт арқылы тапқан ақшамның барлығын Payer кошелегіме шығарып алатын болам. Сосын егер де сенде Payer кошелек жоқ болса, Payer кошелек туралы білмейтін болсаң, мен Payer кошелек туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Мына жерге, мына сайт арқылы өзіңнің тапқан ақшаңды жазасың, 100 рубль болса 100 деп жазасың. Мына жерге өзіңнің Payer кошелегіңнің счетін жазасың, содан кейін мына жерде создать заявку деген басасың. 4 күннің ішінде мына сайт арқылы шығарған ақшаң Payer кошелегіңе түседі. Сосын айтпақшы, егер де сен Payer кошелегіңдегі ақшаңды Каспий Голдыңа аударып білмейтін болсаң, мен ол туралы да видео түсірдім. Егер де ол видеоны қарамаған болсаң, ол видеоның да ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Түсінгеніңдей, бұл сайт арқылы әртүрлі әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар орындау арқылы ақша табуыңа болады. Мына жерде көріп отырғандай мынандай тапсырма пайда болды. Телеграммен байланысты тапсырма. Подписаться на канал дейді. Яғни Телеграм каналға жазыламыз, сол үшін біздерге 20 копейка ақша төлейді. Телеграм каналға жазылу үшін мына жерде Телеграм каналдың ссылкасының үстінен басамыз. Телеграмнан канал ашылады, Телеграм каналға жазыламыз. Мына жерде присоединиться деген кнопканың үстінен басамыз. Содан кейін жаңағы сайтқа қайтып келеміз. Сосын мына жерде проверить деген кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде біздерге ақша төлейді. Түсінгеніңдей бұл сайттағы тапсырмаларды осылай орындайсың. Жаңа видеоның бас жағында бұл сайтта ешқандай да тапсырма жоқ еді. Видеоның соңғы жағында мынандай тапсырма шықты. Бұл сайт арқылы қалай ақша табатыныңды, тапқан ақшаңды қалай шығаратыныңды түсіндің деп ойлаймын. Сондықтан да бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.